Корей халық ертегісі. Үш сыйлық. Сонау шалғайдағы Шығыс теңізінің жағасында бәйшешекке малынған Бонсана қаласының іргесіндегі бір ауылда Окнан деген асқан сұлу қыз тұрыпты. Оған үш бірдей жігіт ғашық болыпты. Шеттерінен сымбатты, бойларында күш қайраты тасыған еңбекқор жігіттерді Окнан да қатты ұнатты. Қайсына күйеуге шықсам деп ойлады қыз. Ақырында Қарайда қара суында тұратын Көріпкел әулиеге барып ақыл сұрауға бекінеді де, жігіттер сыйлаған қапшаларын қолына алып, жолға шығады. Күн ұзақ тауға қарай тырбаңдап үрмелеген қыз ақшам уақытында шың басындағы көңіл ашыққа кезетті. Аулада отырған әулиеге тағзым етіп, бұйымтайын айтады. Біраз ойланған қарт қызға бір қайырым жасауды жөн көреді. Менің саған айтарым мынау, деді де қызға 3 алтын ақша ұсынады. Бұларды жігіттерге бер. Олар бұл ақшаға саған сыйлық сатып алсын. Өзіңе қай сыйлық ұнаса,
Сол сыйлықты берген жігітке күйеуге шық. Ақшаларын 3 жігітке таратып берген соң, осы ақшаға маған сыйлық сатып алыңдар. Кімнің сыйлығы ұнаса, мен соған жар болам. Дәл 1 жыл күтемін. Сендер 1 күнде оралуға тиіссіңдер деп өз шартын қояды. 3 ғашық сыйлық іздеп кете барады. Күндер, апталар, айлар өтіп жатады. Олардың табаны тимеген жер қалмайды. Әбден шаршап шалдығып, діңкелері қатқан кезде олар бір түрлі саудагерге жолығады. Ол әр түрлі сиқырлы бұйымдар сатады екен. Оның жігіттерге алғашқы ұсынғаны бір ат болады. Шыдамсыз бір жігіт сол атқа мініп шапқысы келеді. Сөйтіп құйындатып шаба жөнеледі. Келесі тауарын көрсетеді. Онысы айна екен. Жер жүзін шарласаң да сірә мұндайды таба алмас. Оған қарасаң болды, бәрі алақандағыдай алдында жатады. Сөйтіп достар әлгі жігіттің қайда жүргенін көріп алады. Не көргің келсе, өзің біл. Ең соңында саудагер сиқырлы алманы шығарып, оның қасиеттерін айтып береді. Жігіттер қандай сыйлықты таңдарын білмей, бастарын қатырады. Дегенмен әркім өз таңдауларын жасап, сыйлықтарына көңілдері толып, елдеріне оралады. Осы сәтте жігіт айнаға қараса, қыз әр үстінде қиналып жатыр екен. Үшеуі дереу бір атқа мінгесіп, Оқнанның үйіне жетеді. Оларды көрген қызың көзінен жас сорғалайды. Сыйлықты әкелген шығарсыңдар. Бірақ маған енді олардың керегіне.
соңынан үйгө кірген жігіт қызға сиқырлы алмасын ұсынады. Окынан жемістен бір тістеп алғанда бетіне қан жүгіріп көзін ашады. Кең тыныс алады. Сөйтіп қыз уәдесінде тұрып, алма сыйлаған жігітке күйеуге шығып, бақытты өмір сүріпті.